Дисплазия дегеніміз өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Яғни жамбас сан буынының дисплазиясы дегеніміз ортаңжылық жамбас сан ұршықтың осы үшеуінің біреуінің өзгеріске ұшырауы. Бұл тірек қимыл жүйесінің назарында болатын кемістіктің бірі. Мұнда ортанжылықтың шығып кетуі немесе соған бейім болып келеді. Яғни алғашқы ұрықтану кемістігінің ұрықтанған алғашқы жасушаның дұрыс жетілмеуі. Екінші, жамбас сан буынының қабыну теориясы, яғни іштегі баланың жатырдағы ондағы судың азығында туындайтын механикалық қысымға алып келеді. Ағзаның толық жүктелмеген дәнек ерітінділерінің дисплазиясы ол жамбас сан буынынан тұратын буындар алғашқы ет, яғни сіңір, сүйек осы беттерінің үйлесімділігінен туындайтын дисплазиясы. Ол ер балада да қыз балада да бір жақты сан сүйегінің ұршықтың екі жақ сан сүйегінің шығып кетуі кездеседі. Яғни әйел адам босанар кезде бөксе жағынан келіп қалғанда, жала туған кезде дисплазия кездеседі. Дисплазия тазобедренных сустав. Оның өзінің үш түрі бар: подвывих, предвывих, вывих. Предвывих дегеніміз ол жамбас сан бұлшық еттерінің болмауы, яғни кішкене шығып кетуі. Подвывих дейміз ұршықтың басының жамбас кесенесінен жартылай шығып орналасқан. Ал вывих дегеніміз ол жәнегі ұршық пен сан сүйегінің мүлдем шығып кетуі. Жалпы осы дисплазияның пайда болу себебі ол тұқым қуалаушылық, әйел адамның жүктілік кезінде гормоналдық өзгерістері, баланың жамбаспен келуі және кальций жетіспеуінен, анасының гинекологиялық аурулары болғанда, мерзімнен ерте туған кезде дисплазия кездеседі. Жалпы дисплазияны қалай анықтаймыз? Олардың складкалары төмен болуы, яғни бірі қысқа, бірі ұзын болуы, жамбас сан буынының жәнегі аяқтары сықырлауы жүрген кезде, екі жақ бұтының санының ашылмауы және суретте көрсетілген подушка фрейка бұл 3 айдан бастап 6 ай 9 айға дейінгі балаларға кездеседі. Яғни бұл дисплазияның бірінші степені кезінде қолданылады. Жалпы ортопед оны 3-4 айында нәрестеде дисплазия анықтаған мақсатында УЗИ-ға түсіру керек. 6 айдан кейін рентгенге түсіреді. Жалпы осы дисплазияда да жалпы массажда омыртқа бойынша массаж жасалмайды және банка омыртқаға қойылмайды. Осы дисплазияның өзі емдері, яғни қалай емдейміз? Оны массаж және ЛФК, витамины терапия, яғни дытырай беруіміз керек. Физиологиялық терапияны парафин, электрофин, ортопедтік емі, яғни осы массаж арқылы ем болмаса, оны оперативті емге жүгінеді. Жалпы менің каналым сізге қызықты болса, тіркеліп лайк басып отырыңыздар.